Балық аулауда жарыс басталды облыстық. Мынау Сырдария ауданы Шаған ауылының қасындағы Тағакөл деген көл мынау міне. Өз таға сияқты аяқтан басталады да былайынан кетеді екен. Соған облыстық әуесқой балықшылар арасындағы балық аулау жарысына келдік. Тілек мына жерде ойбай облыстың кәдімгі мәдениет майталмандары жүр мына жерде. Мына Ұлықбек Бекзағұлы деген жігіт. Ассалаумағалейкум. Рюкзак ішіне ала бер, бақа. Дайындық қалай Ұлықбек? Дайындық күшті болады. Мынау Арал ауданының балықшысы. Көктеңіздің тарланы деші. Айдында Арал деген команда. Қамыр қылды ғой кәдімгідей. Жігіттер оң болсын. Қайсың қандай бассың ба? Келіншегіме келдік әйтеуір. Сәттілік қай аудан? Терезек? Теңізек? Иә. Прикормка мешать етеміз. Армысыз құрметті жарысқа қатысушылар, бүгін міне өздеріңіз көріп отқандай алтын балық 2023 облыстық әуесқой балық аулау жарысы арасындағы жарысқа қош келдіңіздер бәріңіз. Демек жарыс мақсаты жалпы облыс көлемінде балық аулау мәдениетін қалыптастыру, табиғат сүю, қоршаған ортаны қорғау, аялау. Соған байланысты бүгін бізде әр ауданнан облыс бойынша команда келіп отыр. Дрона будет, да? Так, подожди. Сначала давай распределим по зонам, а после они уже будут по секторам, да? Жеребе тартылып болды. Біз қазір Б3 деген белгіленген жерге барып сол жерден балық аулаймыз. Заттарымызды барып, қармақтарымызды дайындай береміз. 1 сағат уақыт бөлінді. Содан кейін 1 сағаттан кейін басталады. Старт 4 сағат балық аулаймыз. Сол кезде қанша балық ауладық, қанша килограмм балық ауладық, сол бойынша жеңімпаздарды анықтайтын болады. Балықтар қайда кетті? Ұлықбек екеуміз. Ұлықбек сен түріңді. Әңгіме етті адамда, ғибратты әңгіме. Қарауға бет жоқ. Балықтар қайда кетті? Қарауға бет жоқ, өтші. Тағакөлдің балықтары қайда? Тағакөлдің балықтарын ұстап таба алмай жатырмыз. Бәріміз 20 адам жабылып. Ұстады уже. Қанша балық ұстады адамдар? Ол жақта ұстады уже. Кім ұстады, Бағдат па? Жоқ, ар жағы. Ал, мә, Ұлықбек. Бар ма? Ауыр ма? Ого, татат. О! Биг-фиш. Бұлай болды. Бәрекелді. Көрсетіп қой да оң жақтағыларға. Қаратай. Абайлап саласың ғой, я? Ананың ішіне. Бір үсті қашты. Үтіп қойған ба? Ана әліп қалмасына. Біздің аулаған бағымызды өлшеп жатыр. 475. Әлеке дұрыс па? Ішінде қарайсызда. Карася вытаскивай. Я подожди. 0. ішіндегі 400 грамм осы қарасы бар ғой.
О, 250, 260. Tamam. 260. Пока bitmiş. Тренер бақты ғой біздің. Пакет. На родину. Давай, қайтпай, екінші турда қайтып келдер. Жібереміз осылай. Сонымен алтын балық деген балық аулау, әуесқой балық аулаушылар жарысы осымен аяқталды. Біз өкінішке орай қарсыластарымыздан аз балық аулап қалдық. Ең ірі балық ұстаушы деген номинацияға ілеген ба деп едім. Түске дейін мен бірінші орында тұрғам. Түстен кейін бірі озып кетті. Бір 50 грамм ба 60 граммдай озып кетті салмағы. Сөйтіп ол жүлдеден де қағылып отырмыз қазір. Ана жерде қорытындысы болады. Судьялар ақылдасып жатыр. Аулаған балықтарымыздың бәрін қайтадан суға жібердік. Сейілов, Ерлан, және Шахметов, Мақсат. Бірдеңе түсіріп жатсың ба? Жігіттер, Сыйлықтарың. Екінші орында Фартовый командасы. Атабай Жомарт. Және Әділұлы Саят. Арапаттар. Мына дипломдар. Так, стоп. Сюда. Сюда. мен учениктермен. Бірінші орында Ема Фишинг 2 командасы Әбдірахмет Ислам, Нұрымбетов Марат марапатталады. Стоять. Медальдарын тағылғанда. Так. Так. Сами вручите. Ну, держите. Мына подаркалары отыр. Подаркалар. Это ваши подарки. Подаркаларыңды ұстаңдар. Бір стол мынау тұр. Бір стол мынау арендаға алдық бүгінге, бір күнге енді. Мынау бушный. Жарты күн пайдаландық. Маған қарайық мына кісіге. Шәке. Фото. Енді Big Fish деген, ең ауыр номинация ғой. Бірінші турда айдында арал келатты 230 граммен, одан кейін 260 граммен көкіл көшті. Одан кейін рекордты екінші турда 370 грамм салмақпен Шалқия командасы. Ең шықты. Кто поймал первый? Говорите. Кто поймал? Ты поймал или кто? Он капитан, Он где? Сюда иди. Сюда иди. На балдар. Кто поймал? Держи. Не дейміз? Подаркаңыз. Сәке, подаркаңыз. Ала шапканы жейші, новый шапканы дейіз, ана тастаңыз. Мойды. Ескісі маған береді ғой. Ғалеке ұстап қалдыңыз. Давай. Ғалеке ұстап қалдыңыз. Ғалымы құрсын едің. Вот теперь. Вот. Медаль. Все. Алтын ауыр деймін. Сұлтанбек ауыр.